Қазақ халқы соңғы жылдарда, соңғы бір 12 жылда Шыңғыс хан тарихын зерттеп кетті ғой халық. Халық болып өзі қазақ халқы зерттеп кетті. Ол неге деген сұрақ туады. Неге қазақтар Шыңғыс ханнан өзін көріп отыр деген сұрақ туады. Мәселеге осылай жақындау керек. Өйткені бірден ойбай Шыңғыс хан қазақ болған жоқ, ол моңғол деп айта салу оңай, бірақ халық неге өйтіп айтады, неге ол өзінікі санап отыр. Соңғы жылдарда мысалы тіпті бұлжылмас дәлелдер келді, пайда болды. Енді соның бірі Рашид ад-Дин Хамадани кітабы, енді 2018 жылы түрколог, парсы тілінің маманы Оразбай Зерікбай аударған Рашид ад-Дин Хамадани Жамиат-Тауарихы. Ол енді онда әрине қазақ деген сөз жоқ. Ал Шыңғыс ханның туған мекенін, жаңағы руының түркіге тиесілі екенін, оның халқының шын аты қандай болғандығын сол кітапта жазылған. Және ол кітапта енді нақты жазылған рудың жаңағы Шыңғыс хан руының атымен және оның түркі руына жататындығын. Ал қазақтар Шыңғыс ханнан өзін көре бастаған себебі біз халық болғаннан кейін енді Сәуд өкіметінің құрамынан шыққаннан бері тарихымызды зерттей бастадық қой. Сонда мысалы үшін көптеген адамдар зерттеу жүргізу нәтижесінде қазақ тарихы Шыңғыс ханға барып тірелгенін көріп отыр. Сосын енді ол кезде енді дерек аз, ғаламтордағы кітапханаларға доступ жоқ. Бірақ соның өзінде орыс тілінде жазылған деректерді салыстыру арқылы біраз адамдар Шыңғыс ханның кім екенін біліп алды. Соның бірі Қайрат Закарьянов деген кісі. Көп адамдар жазды Шыңғыс хан кім екенін. Бірақ ол кезде құлаққа түрпідей тиетін, ол кезде мен де солардың қатарындамын. Жаңағы не көзқараспен, скептикпен мүлдем сенбедім. Пока қолыма кітаптар түспегендей, оригинал кітаптар. Содан оқып, мен көзім әдім жетті. И Шыңғыс хан тарихынан жалпы 600 жыл өтсе де, Совет өкіметі жасалған кейін 600 ғой. 600 жыл өтсе де, Совет өкіметі одан қатты қорықты. Себебі Совет өкіметі бүкіл халықтардың басын біріктіріп, бір жаңа бір мәңгүрттенген, яғни тарихтан ажыраған халықтардан ажыратып алып, мәңгүрттенген халықтан орыс ұлтын жасап шықпақшы болды. Ал негізінде Совет өкіметінің жасаған орыстар емес. Мен нақтылап ұлтын атамайын, сіздер өздеріңіз сол және Совет өкіметінің жасаған адамдардың фамилияларына қараңыздар, сол кезде өздеріңіз түсінесіздер оны кімдер жасаған. Ульян, Ленин, Троцкий дегендер. Және бізге жасаған қастандықты солар жасаған. Ал орыстың бізге онда қастандық жасауға оның ақыл жетпеседі. Ондай ғылым оларда жоқ, білесіңдер ме? Олар ешқашан ондай ғылым болмаған, олар ешқашан империя болмаған. Империя болған елдер ғана жасайды. Сол империя болған елдер жаңағы СССР империясын жасап шығып, сол СССР империясына қазақ халқының кім екендігі өте үлкен кедергі келтірді. Өйткені сол халықтардың бәрін басын қосып біріктірген кезде қазақ халқының шежіресі шыққан тегі бәрінің үстінен биік болып тұрады да, бәрінің үстінен. Соны амалдап жою керек болды. Оны жояйын десе, ол өте үлкен тарих, ол дүние жүзіне жайылып кеткен тарих. Сондықтан олар фейк, яғни өтірік ойдан тарих құрастырып жазды да, оның Шыңғыс хан туралы хабары жоқ бір жүрген жуас халықтың өзін таңдап алып, яғни
өз алды бір өмір сүріп жатқан халыққа барып таңып қойған. Жаңағы мына қалқа деген халыққа. Олар өздері таң қалған ғой, басында олар да соны таңғанда біз бұндай халық емеспіз деп. Өйткені Шыңғыс хан жамандап көрсетті ғой. Сосын кейін жамандап көрсеткеннен кейін бізден мұндай жаман қанішер адам шығуы мүмкін емес деді. Ал бертін келе зерттей келе Шыңғыс хан көптеген мемлекеттердің негізін қалаған адам тұлға екен. Соның ұрпақтары даңқ ұрпақты. Тіпті мына Қытайдың іргесін қалаған жаңағы Мұқылай Жайырдың зираты әлі бар мысалы үшін. Оны құрмет тұтады екен бәрі. Москваның іргесін қалаған Мэнгу Тимур, Бату ханның ұлы, Жошы ханның немересі, Шыңғыс ханның шөбересі. Көрдіңіздер ме? Вот. Тіпті адам нанғысыз, енді бізге тіпті фантастика секілді әзірге. Бірақ ол факт бар. Ол кітап қолымда бар. Үзбей көріп отырсаңыздар, осындай видеоларымды таратып отырсаңыздар, мен сіздерге ол бертін шыққан нәрсе бір кітап көрсетем. Ол кітап фейк емес, ол кітап бар. Одан басқа тағы бір кітап бар, сол сөзді подтверждать ететін Шыңғыс ханның ұрпақтары Құбылай ханның бұтағынан, яғни тармағынан тараған ұрпақтардың бірі Америка құрлығына Беринг бұғазы арқылы өтіп, сол жақта мемлекет жасаған кісі. Перу деген мемлекет бар ғой, соның Мәңгі деген кісі, Перу деген мемлекет негізін Мәңгі деген кісі қалаған. Көрдіңіздер ме? Ол фантастикалық нәрсе, бірақ ол бар менде кітап. Я вам покажу, көрсетем. Ол орысша және ол 2013 жылғы аударылды. Совет өкіметі кезінде аударылмаған, патша үкіметі кезінде де аударылмаған. Себебін айтайын, өйткені бүкіл дүние жүзін жер шарын, жаңағы мына ат тұяғы жететін жерге дейін жер шарын түркі балағасы билеген екен де, бүкіл жер бетін. Сонда күн негізінде түркі баласының империясының төбесінен кетпеген. Түсінесіздер ме? Ана нелердің, біздің рулардың таңбаларында күннің белгісі бар ғой. Дулат руының күннің белгісі, домалақ нәрселер шеңбер, ол күн. Сонда олар біздің Шыңғыс хан ата-бабамыздың айтқан сөз бар, күн бататын жерден күн шығатын астына дейін жаулаймыз дегенде, аламыз дегенде. Сонда олар бүкіл жер шарын алған екен де. Ол факт. Ал жаңағы бұл фактілерге тек қана орыстар жасап шыққан, орыстарды империя еткен адамдар емес, оған еще ағылшындар да неткен, жасауға тырысқан. Өйткені ағылшындар мысалы үшін Индия жеріне келген кезде Индиядағы жаңа Бабырдың ұрпақтарын түркі екенін көрген татар. Сосын кейін тағы бір ағылшындар Турцияда көп жыл өмір сүрген, жұмыс істеген ағылшын анау Америка құрлығына барғанда индеецтердің тілі мен түркілердің тілін салыстырып, мынау солардың туыстары ғой деп таң қалған. Ал біздерге қазір айтып жатады, индиялықтар 20 мың жыл бұрын кеткен қазақтың туысы, ДНК совпадает етсе де бар ғой, тіл 20 мың жыл сақталуы мүмкін емес, ол түрленіп кетеді. 2000 жыл деп айтса болады, мысалы үшін 2000 жыл деп айтса болады. Айтулар керек еді. Өйткені 2000 жыл бұрын кезінде біздің апа-бабаларымыз, яғни Оғыз заманда, яғни Сақс Скиф дейміз ғой, солар жаңағы Беринг бұғазы арқылы өтіп, ана Нигерия деген жер бар ғой, жаңағы солтүстік Америка мен оңтүстік Американың түйісетін жерінде, оңтүстік Американың Джорджияда Нигерия деген мемлекет бар, сонда пирамидалар бар. Сол пирамидаларда түркінің сөздері бар, десіздер ме? Пирамида қашалған 2000 жыл болған. Сонда демек Шыңғыс ханның ата-бабалары ол жақты жай алып отырған жоқ, ал алғаш бір жазылған бір карта арқылы барып алып отырсыздар ма? Сондай деректерді көбірек салам. Сіздер маған арнама тіркеліңіздер және бөлісіп отырыңыздар. Осылай ауызша айтып беріп отырамын, және кітаптарды көрсетіп отырмыз. Ең бастысы факты, аргументпен көрсетемін. Андай кісілер секілді бір оқыдым деп айта салмаймын. Оларға сіздерге көрсетемін. Рахмет.